Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері, мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok-тағы және YouTube-тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай тригонометриялық теңсіздіктің сіздерге шешуін көрсеткім келді. Квадрат бір астында синус x плюс 2-ден 1 артық 2 синус x осы теңсіздіктің минус 2-ден 1-ден 8-ге шейін аралықта, яғни осы сегментте минус 2-ден 1-ден 8-ге шейін, 3-тен 8-ге шейін осы сегменттегі барлық шешімдерін табу керек. Мына теңсіздіктің мына сегментте жататын барлық шешімдерін табу керек. Енді не істейміз? Бұл теңсіздікті қалай шешеміз? Бізде ең бірінші белгілеу енгізіп аламыз. Синус x тең т деген дұрыс па? Міне. Сонда енді бізде та минус 1 мен 1-дің арасында жату керек, дұрыс па? Өйткені синус минус 1-ден кіші боламайды, 1-ден үлкен боламайды, дұрыс па? Міне. Сонда екінші жағында синус x тұр, синус x тең т деп мынадай иррационал теңсіздікке келеміз біз. Бір асты т плюс 2-ден 1 артық 2t. Ал қандай теңсіздікке мәндесін? Ең бірінші квадрат бір астында теріс емес болу керек, дұрыс па? Значит, т плюс 2-ден 1 артық тең, бұдан т артық тең минус 2-ден 1. Яғни дұрыс па? Енді екі жағдайды қарастырамыз. Біріншісі т кішіне тең 0, онда не болады? Т кішіне тең 0 болса, мынау теріс емес болса, оңай емес болса, 0 болса, мынау 0-ден артық 1 бөлінген тұбырас тең. Онда 0-ден кішіне тең болса, мына теңсіздік орындалады, дұрыс па? Өйткені айқын, өйткені терістен оң сан болып кетеді. Оң сан теріс саннан үлкен. Значит, аралықта мына сандардың шешімі шешім болады. Минус 2-ден 1-ден 0-ге шешімі. Мынандай теңсіздік қанағаттанатын т сандары, нақты сандары шешім болады. Неге? Өйткені теріс сан болады, 0-ден үлкен болады. Ал егер 0-ден кіші болса, теріс сан оң сан болады ғой. Минус 2-ден 1-ден кіші болса, онда не? 0-ден кіші емес, 0-ден кіші, онда да үлкен болады. Теңсіздік қанағаттанатын барлық т нақты сан шешім болады. Енді екінші жағдай т 0-ден үлкен қатаң түрде. Енді бұнда қарайық, т 0-ден үлкен, онда екі жағында да оң сан болады, мынада да оң сан, мынада да оң сан, дұрыс па? Екі жағында, егер теңсіздіктің екі жағында да оң сан болса, оны квадраттай аламыз. А теріс сан болса, квадраттай алмаймыз. Осы өкінішке орай осы қағиданы көп тіпті мұғалімдер түсінбей қателесіп кетеді. Мысалы, мұғалімдер өкінішке орай қателеспеу керек, қателікті мойындау керек. Енді оқушыларға білім бергендіктен мұғалімдер қателік жасауға болмайды. Мысалы, минус 3, минус 4-тен үлкен. Мысалы, минус 3-тің квадраты 9, минус 4-тің квадраты 16. 9 16-тан кіші, көрдіңіздер ма? Теңсіздік өзгеріп кетеді теріс сандар квадрат. Обратно алар оң сан, дұрыс па? Онда егер оң сан болса, онда квадраттағанда не? Теңсіздік өзгермейді. Енді мынаның екі жағында квадраттай аламыз. Сонда қандай болады? т плюс 2-ден 1 квадратты түбірде квадраттасақ, түбірдің астындағы санның өзі шығады. 4-ті квадратты артық. Осындай теңсіздікке келдік. Енді не істейміз? Екі жағында 2-ге көбейтеміз. Аяққа шығарып жібереміз. 8-ті квадрат минус 2-ті минус 1 кіші 0. Міне, осындай теңсіздікке келдік. Бұның қандай түбірлері бар екен? Дискриминантын тауып алайық. Дискриминантында 36 болады. Міне, т 1-де 2 қалай? Қандай түбірлері болады? Сонда бұнда 2, ада 2 түбірі, 2-ден 1, минус 4-тен 1. Мынаны жіктесек қалай болады сонда? 2-ті минус 1, 4-ті плюс 1, так, кіші 0-ден. Енді т оң сан, болса 4-ті, ол да оң сан, 1-ді қосақ 1-ден үлкен. Мынаған әсер етпейді таңғы, мына жақша оң сан. Енді мына жақша көбейтін теріс болу үшін бір жақша оң сан, екінші жақша бір жақшасы оң сан болса, онда т оң болып тұр. Енді екінші жақша теріс болу керек онда. 2-ті минус 1 артық 0-ден. Бұдан шығады т кіші 2-ден 1. Сонда не қандай шешім келеді? Біз номинал біріктірсек, 0 кіруі мүмкін ба? Сонда екеуін біріктірсек, 0. Сонда қандай болады? Екеуін бірігу минус 2-ден 1-ден 2-ден 1-ге шейін. Сонда т-ның қандай мәні болды бізде? Минус 2-ден 1-ден 2-ден 1-ге шейін. Мына екеуін біріктірсек, сонда теңсіздіктің шешімі қандай болды? Яғни т минус 2-ден 1-ден 2-ден 1-ге шейін. Яғни түсінікті? Яғни мұнда т тиісті минус 2-ден 1-ден минус 2-ден 1 алады, 2-ден 1 алмайтын. А бірақ бізге т емес x керек қой. Бізде т-ны не деп синус x дедік қой. Синус мына теңсіздікті шешуіміз керек сонда. Осындай қанағаттың графы x деп минус 2-ден 1 артық тең синус x, ол кішіне тең кіші 2-ден 1. Оны қалай шешеміз? Бірлік шеңберде тригонометриялық функцияны анықтайтын бірлік шеңберде сыза аламыз сонда, дұрыс па? Бірлік шеңберді сызамыз мұнда. Синус сызығы қайда? Косинус бірлік шеңбермен тоқтап саламыз. Менде линейка жоқ. Синус сызығынаған x-ке параллель, 2-ден 1 минус 2-ден 1 симметриялы. Енді минус 2-ден 1-ден үлкеніне тең, 2-ден 1-ден кіші. Мына жерде ғой сонда, дұрыс па?
бірлік шеңбер. Мынаған сәйкес минус 2-ден 1-ге сәйкес минус пи бөлінген 6, 2-ден 1-ге сәйкес пи бөлінген 6. Ана жерде 6-тан 5 пи, ана жерде 6-тан 7 пи. Анда мынаның шешімі қалай болды мына? Мынаның шешімі қандай болды сонда? Минус 6-тан минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи-ка, минус 2 бөлінген 6 плюс 2 пи-кадан бүтін сан. И пи бөлінген 6 плюс 2 пи-ка бәтін дұрыс па? Бірігуі. Айналып келеді ғой бәтін. Бірігуі. Еден неге шейін? Мынаны алмаймыз бір бәтін. 6-тан 5 пи бірігуі. Мынаның шешімі, мына шеңістің шешімі. Бірақ аралықтағы шешімді әлі іріктеген жоқпыз. Өзінің шешімін жазып алып жатыр. Мұнда шығара алмайтын мұғалімдер бар, өкінішке орай. Қатты болса да айтайын. Міне, сонда бірігуі қандай? 6-тан 5 пи плюс 2 пи-ка и 6-тан 7 пи. 6-тан 5 плюс 2 пи-каны алмаймыз, кешіріңіздер. Өйткені қатаң түрде 2-ден 1-ден кіші болды, и 6-тан 7 пи плюс 2 пи-ка. Бұны аламыз. Минус 2-ден 1-ге тең бола алады. Түбірдің астында 0 болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Енді мына аралыққа тиісті қарайық. Минус 2-ден 1 мынау, минус 2-ден 1-ден мынау кіші, дұрыс па? Өйткені пи 3-тен үлкен минус тастап, минус 2-ден 1-ден кіші. Енді қарайық. Пи бөлінген 6-на 1-ден кіші ғой, өйткені пи 4-тен кіші, дұрыс па? Мына аралыққа жаздық, дұрыс па? Онда бірінші шешімді жазамыз. Минус 2-ден 1 бері қарай жат. Бірінші шешімі минус 2-ден 1-ден қалай? Пи бөлінген 6-ға шейін, пи бөлінген 6-ға шейін, екінші шешім мына. Енді қарайық, бірді қосып жіберсек, 2 пи минус, тіпті пиден артық болып кетеді, онда мынаудан шығып кетеді, дұрыс па? Пиден артық болса, ол 3-тен артық, мынау 3-тен кіші кетеді, мынауын алмаймыз, бірден бастап алмаймыз. Минус жағында алмаймыз, минус жағы болында да, мүлден аған минус 2 пиден, минус пиден кіші болып, мынауын да кіші болып кетеді, онда шығып кетеді, дұрыс па? Мынауын алмаймыз. Енді аяғын қарастырайық, аяғында. Минус 1-ді берейік, шынында. Минус 6-тан қанша? 6-тан 7 ол, 6-тан 7 пи, одан мынаған шығып кетеді, минус 3-тен де кішкентай ол, дұрыс па? Енді аған 0-ді берейік, 6-тан 5 пи, 6-тан 5 пи ол неден кіші? Қарап, оң жағы 3-тен 8-ден кіші ма? Мына 2-ге көбейтсек 6-дан 16-нан, дұрыс па? 5-тен пи ол 16-тан кіші, дұрыс па? Сонда мына аяғында кіреміз, бірігуі 6-тан 5 пи, и мынау 6-тан 5 пидан, 6-тан 5 пидан, 6-тан 5 пидан, ол 3-тен 8-ден кіші. Мынау енді бірақ қарайық, енді 0-ді берсек те 6-тан 7 пи, 6-тан 18, 6-тан 16 кешіріңіздер. 6-тан 16, мынау пи 3-тен артық, бұна 21-ден артық, мынау 6-тан 16 болсын, артық кетеді, мынау шығып кетеді. Значит, 3-тен 8-ге шейін болады мына жерден. Яғни мына теңсіздіктің аралық жазатын шешімдердің жиыны мына жиын болады, екі жиынның бірігуі. Минус 2-ден 1-ден пи бөлінген 6-ға шейін, минус 2-ден 1-ді аламыз, пи бөлінген 6-ны алмаймыз, бірігуі 5 пи бөлінген 6, 3-тен 8-ге шейін, 5 пи бөлінген 6-ны алмаймыз, 3-тен 8-ді аламыз. Міне, мына теңсіздіктің аралық жазатын шешімі осы жиын болады. Екі жарты сегменттің бірігуі. Ұнаса лайк қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, каналыма подписка жасауды ұмытпаңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.